Баршаңызға қайырлы күн көрермендер. Бүгін сіздермен дәл мейрамханадағыдай болып шығатын өте дәмді мясо-патайский тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге жарты келідей қара кесек ет қажет. Етімізді дәл видеодағыдай жұқа етіп, жапырақтап турап аламыз. Бұл тағам жылдам дайын болатындықтан барынша жұқалап тураған жөн. Тағамымызға қосатын пиязды да ірі бөліктерге бөліп, араларын ашып, бір-бірінен ажыратып аламыз. Сонда біздің пиязымыз мясо-патайский тағамында өте әдемі көрінетін болады. Міндетті түрде тағамымыздың құрамына сарымсақ қосуды ұмытпаңыздар. Сарымсағымызды да осылай майдалап турап аламыз. Сонымен қатар бізге қияр қажет. Қиярымызды да өз қалаған формаңызда турап қоссаңыздар болады. Мен осылай теңдей екі бөлікке бөліп, ұзынша формада турап алдым. Қияр болмаған жағдайда қоспасаңыздар да болады. Дәл осы тағамның құрамына қосатын болгар бұрышы мендегі қысқа арналған қатырылған болгар бұрышы. Оның жасалу жолы менің арнамда бар. Ол үшін YouTube-тың іздеу батырмасын басып, сонда Гүлнұр Шагалиева деп жазсаңыздар, менің көптеген видеоларым шығады. Дәл соның арасынан болгарский на зиму деп іздесеңіздер, бірден шығады. Немесе бағдаршам болгар бұрышын пайдалансаңыздар да жарайды. Міне, ендігі кезекте табамызға майымызды құйып, майымыз қызған уақытта алдын ала турап алған етімізді салып, екі беті қызарғанша және де етіміздің бойынан сөлі, яғни суы шығып, тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Қуырып алған етіміздің үстінен алдын ала бөліктерге бөліп алған пиязымызды да салып, осылай жақсылап қозғап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, өз қалауыңызша бұрыш сепсеңіздер де болады. Бұрыш біздің тағамызға өте керемет дәм береді. Одан кейін үстінен ыстық суымызды құйып, етіміз піскенше қақпағын жауып, отымыздың астын басып қоямыз. Келесі кезекте бізге гарнирімізге күріш қажет. Ол үшін табамызға 82% майымызды салып, майымыз еріп қызған уақытта үстінен алдын ала жуып тазалап алған күрішімізді салып, осылай 4-5 минут аралығында күрішіміз қоңыр түске енгенше қуырып аламыз. Одан кейін шамалы тұзымызды салып, үстінен қайнап тұрған суымызды да құйып, отымыздың астын баяулатып 25-30 минутқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біздің етіміз пісіп дайын болып қалды. Етіміздің үстінен болгар бұрышын, қиярымызды және де алдын ала турап алған чесногымызды салып, осылай жақсылап араластырып, оның үстінен соя соусын құйып, тағы да 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Көкөністерімізді міндетті түрде етіміз пісуге жақын қалғанда қосқан жөн. Міне, біздің гарнирге арналған күрішіміз өте керемет болып шашырап пісті. Ендігі кезекте күрішімізді кез келген кесемізге салып, осылай ыдысымыздың дәл ортасына қойып, жан жағына алдын ала пісіріп алған көкөністі етімізді салып шығып, оның үстінен шамалы сорпасынан да құйып жіберген абзал. Дайын болған асымыздың үстінен осылай кунжут сеуіп, дастарханымызға ұсынсақ болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.